Тендердің көбісі индустриальный сертификат сұрайды. Мен көп тендерге қатыса алмаймын дейді. Негізінде олай емес. Сіз көп тендерге қатыса аласыз. Мен қазір соның жауабын айтамын сізге. Менің есімім Арслан Қамбаров, тендер экспертімін. Егер сізге тендерден қандай да бір кеңес керек болса, менің профиліме өтіп парақшаға жазылыңыз. Индустриальный сертификатты тек қана жеңіл өнеркәсіптің товарларына ғана сұрайды. Ал жеңіл өнеркәсіпке жатпайтын да товарлар көп қой. Мысалға, құрылыс материалдар, сантехника, канцелярский товар, хоз товар, компьютерный техникалар, оборудованиелер, инструменттер өте көп деген товарлар бар. Оларға ешқандай индустриальный сертификат сұрамайды. Сіз соларға қатыса берсеңіз болады. А егер индустриальный сертификат сұрап тұрған жеңіл өнеркәсіптің товарларына қатысқыңыз келсе, сіз оған қатыса алмайсыз. Қай кезде қатыса аласыз? Егер сол товарды индустриальный сертификат сұрап объявлениеге шығарады, ешкім қатыспайды, тағы да шығарады, ешкім қатыспайды. Сол кезде ол барлық адам қатыса алатындай индустриальный сертификат сұрамай объявлениеге шығарады. Вот сол кезде сіз қатыса аласыз. Немесе тағы да бір вариант бар, жеңіл өнеркәсіптің товар емес, работасына қатыссаңыз, сол кезде сіз қатыса аласыз. Мысалға, жеңіл өнеркәсіпке жататын көйлек сатып алу деген тендер шықса, оған міндетті түрде индустриальный сертификат сұрайды. А егер сіз көйлек тігу деген жұмыстың жеңіл өнеркәсіп болса да жұмыстың тендеріне қатыссаңыз, онда индустриальный сертификат сұрамайды. Міндетті түрде сіз қатыса аласыз оған.